не үшін дебатты тастадым дегенге келейікші. Дебат шоуда тек қана мықтылар ойнайды ғой. Ташкентке қарсы ойнаған қиын. Сол дебат шоудың сахнасына шыққан кезде адамдар не сезінетінін білмейді. Энерго каптан бір нәтиже көрсете бастаған. Сол періште сияқты адам ғой. Армысыздар дебат шоудың көрермендері. Біздің келесі қатысушымыз Данияр мырза. Данияр мырза, қош келдіңіз. Ендеше көп созбай сұхбатымызды бастайық. Данияр мырза, сіз қайдан келдіңіз, қайда оқисыз, жалпы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Мен Тұран университетінің заңтану факультетін уже бітіріп қойғанмын. Қазіргі таңда ешқай жерде оқымаймын. Жұмыс істеймін заң саласында, өзімнің мамандығым бойынша. Жалпы өмірден айтатын нәрселер көп емес. Ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Өзімнің туған жерімде жұмыс істеп жатырмын, өмір сүріп жатырмын. Заң саласында қандай жұмыс істеп жатырсыз? Или бұл секрет па? Жоқ, секрет емес. Негізінде құқық қорғау кезінде кейбір тараптарда қорғаушы болған, мемлекеттік органда жұмыс жасаймын. Одан бөлек балалардың құқықтарын қорғау, болмаса қорғаншылық, қамқоршылық функциясын жүзеге асыратын органда бас маман болып жұмыс жасаймын. Керемет. Қазіргі таңда сонда сол заңмен айналысып жатырсыз да, басқа дебаттан бөлек? Дебаттан бөлек, қазір жұмысқа жаңа кіргеннен кейін үйренетін заттар өте көп, сол үшін көп уақыт жұмысқа кетіп жатыр өкінішке орай. Дұрыс. Осы салаға сонда жұмысқа қашан тұрдыңыз, көп болған жоқ па? Оқуды бітіре сала, дипломды ала сала, бұл жұмысқа кіру үшін мемлекеттік тест тапсыру керек болады. Сол тестқа тапсырып, содан кейін бір айдан кейін жұмысқа кіре бастадым. Енді дебат саласына көшейік. Дебатта жүргеніңізге жалпы қанша уақыт болды, қанша жыл болды немесе? Өте аз. Өйткені екінші курста келгем дебатқа. Екінші курста келгенмен санайтын болсақ, және де қазіргі ойнап жүрген уақытымен санайтын болсақ, то 3,5 жыл болды. 3,5 жыл болды. Өте жақсы көрсеткіш. Көп жерден көргенмін сізді, L-дан алып жатырған, АПФ-тен кубоктарыңыздың саны қанша сонда дебатта? 10 ғой деймін. 10? АПФ пен L-дан қосқанда ма? Қосқанда. Жақсы. Мен жалпы естуімше сіз дебатты қойды деп естідім. Қойдым негізі. Қойдыңыз да, бірақ осы алда болатын энергокапқа не себепті, не түрткі болды оған қатысуға? Енді негізі ерекшеден кейін не үшін дебатты тастадым дегенге келейікші. Өйткені уақыт жағынан келмейді да дебат. Сенбі-жексенбі күні адам демалам деп келе жатам, бірақ турнирға шақырады, сонымен барасында дүйсенбі күні жұмысқа күшті болып барасың ғой. Сол үшін уақыт жағынан келмегеннен кейін, одан кейін болды қатыспаймын деп шештім. Бірақ дебат шоуға ұсыныс келді. Дебат шоудан қалай бастатасың негізі? Ұсыныс келгеннен кейін дебат шоуға ақыр қатысатын болғаннан кейін сенбі-жексенбі күні неге энергияға қатыспасқа деп. Өйткені энергияны өздеріңіз білесіздер, мен ең басында дебатқа келген кезде энерго каптан бір нәтиже көрсете бастағам, сол турнирдан бастап. Одан кейін алдыңғы жыл энерго капта АПФ болды, оны жеңдік. Сол үшін энерго мен үшін андай жақсы турнир. Оның алдында қателеспесем энерго капта 1-4 дейін бардыңыз да, Жібек ханыммен бірге? 1-8 АПФ-тен, екеуінен де 1-8. 1-8. Тек іріктеуде Бердімбай атаған ұтыппыз да, сол үшін адамдар нет жүрді. Мотивацияңызды оят жүрді ма? Оят жүрді, Қазіргі таңда болсын, бұрын ойнап кеткендерден болсын, топ 3 спикерді айтып бере аласыз? Топ 3, топ 5 айтамын. Топ 5 айтамын. Бірақ нақты кім қаншасын екенін айтамайым. Ол Әлібек Сандыбек, Нұрсұлтан Нұрсипат, одан кейін Нұртуған, естественно, Өмірзақ Нұртуған, ағасы да. Ағасы. Жазира Жөндербек, одан кейін Қуаныш Мұқағали, технократ. Рахмет. Ендеше жалпы осы таңда дебат шоуға ұсыныс келген кезде қандай сезімде болдыңыз, либо бұрын ойнап көрдіңіз ғой?
ойнап көрдім. Негізі адамдар айтады ғой, дебат шоу жайлы кейде ойын сәтсіз болып қалады да. Но андағы жерге сол дебат шоудың сахнасына шыққан кезде адамдар не сезінетінін білмейді да. Яғни ойыншылар не сезінетінін білмейді. Ал жап-жарық болып тұрады, алдыңда үлкен аудитория, ешкім көрінбейді, тек қана бірінші қатар ғана көрінгеннен кейін кішкене уайымдайсың. Сонда дебат шоудың атмосферасы, аудиториясы бөлек па, сонда басқа? Бөлек. Тіпті кейбір пікірсайысшылар, кейбір дебатерлар жай ғана финалға шығып, актовый залда общий ойнаған кезде андай сасқалақтап қалады ғой. Ал дебат шоу вообще бөлек. Ана финалдың уровені мен дебат шоу екеуі вообще бөлек. Сіз жалпы бұрын Элдіда ойнадыңыз, Элдің финалында ойнадыңыз, көптеген Элдіда, Шымкентте Элдің финалында ойнадыңыз, көптеген аудиторияларда. Соған қарағанда дебат шоуның разницасы қалай? Қатты? Жер мен көктей ғой. Жер мен көктей. Өйткені қолында микрофон болады, тек қана бір-ақ ойын. Мысалы турнирға келген кезде адамдар кім финалға шығатынын білмейді ғой. Одан кейін ол жерде аудитория шынымен де толық болмайды. Өйткені кейбіреулер қайтып кетеді, кейбіреулер қалады. Ал дебат шоуда дәл сол ойынды көру үшін и сол ойыннан көп заттар күтеді адамдар. Міне осы дебат шоу жас буындары келеді. Дебат шоуда тек қана мықтылар ойнайды ғой негізінде. Сол үшін нелер ожидание көп болады. Сол адамға кәдімгідей әсер етеді. Рахмет. Ендеше жалпы қазіргі таңда дебатерлардың арасына қарағанда қазіргі таңда пікірсайыстың деңгейі қалай деп ойлайсыз, бұрынғы кездегі пікірсайыстың деңгейімен салыстырғанда? Өте қиын сұрақ қой негізі, өйткені көп талқыланып жатыр ғой қазір ата буындар дебатқа қатыссын ба қатыспасын ба деген мәселелер. Менің ойымша қатысқан дұрыс сияқты. Мен енді өзім орта буын, одан кейін аға буын болған кезде, үлкендер келген кезде білейін соларға алам екен деп ойлайтын. Бірақ ешқашан да олар қатыспас екен деп ойламайтын. Қазіргілер қатысқанын қаламайды да. Бірақ олардың қатысқаны күштірек, өйткені олар сол адамдардың ойыннан бір нәрсе үйрене алады. Мықты дебатерлар олар ұшып кетсе де, одан кейін жақсы пікірсайысшылардың ойынын көріп, содан үйренгеннен кейін мықты болады да негізі. Ал қазіргі жас буындарда тем более карантин болды, көптеген ойындар ойнатылмай қалды. И бұл деңгеймен ғана тек бакалавр мен турнир болатын болса, кейінгі дебаттың да деңгейі төмендеп қалуы мүмкін да. Сол үшін бұрынғылар, конечно, мықты. Бұрынғы пікірсайыстың деңгейі мықты. Тіпті қазір, мысалы, қазіргі дебаттың мықты, ең мықты деген дебатермен бұрында ойнап, қазір ойнамаған, мысалы, Аян Қалмұрат болсын, Нұртуған болсын, сол адамның алдын алып келсінші, ол адамдар спокойно негізі. Енді Ташкенге байланысты сұрақ қойайын. Ташкенді ұтам деген қанша пайыз сенімсіз, және Ташкенмен бұрын қарсылас түспедіңіз, сізге бұл қаншалықты қиын ба? Ташкенге қиын, өйткені аты ұқсас деп па? Жоқ, Ташкенге қарсы ойнаған қиын, өйткені оның қылығы тәтті да, Ташкеннен. Қарсылықтары кәдімгі пікірсайысшылардың беретін қарсылығы басқа адамдардан күтетін сияқты. Бірақ кішкентай баланың тәтті болды ғой. Ташкеннің күлгені сенің жүзіңде күлкін тудыртады да. Сондықтан мен қиын деп ойлаймын, өйткені ойын қиын болып жатса, Ташкен бүйтіп жай ғана күлесі, аудитория күліп жіберуі мүмкін да. Сол үшін қиын сияқты Ташкенге қарсы ойнаған. Бұрында қарсы ойнадым. Ташкен өзі де айтқан шығар, қырылып тұрып ойнаймыз. Қырылып тұрып ойнаймыз деп. Но бірақ айтқан біз теңге теңбіз деген сияқты айтқан Ташкен. Мен онымен келсем, тоқтай келсем. Теңге теңсіздер де. Ташкенді ұтам дегенге қанша пайыз сенімсіз? Сөзіңізге қарасақ что-то қиын сияқты болып тұр. Сенімдісіз дейсіз ба? Ташкен ханымды ұтуға 70% шығар. 70%. Ол сізге 97-98 деп айтқан негізінде. Ұтамын деп па мені? Ұтамын деп. Жақсы, 70% менде. Ташкеннің бір айтқан сөзі бар еді. Сұрақ жауап бөлімі маған қиын дейді, өте қиын дейді сұрақ жауап бөлімі. Себебі сізді
яғни Данияр мырза сұрақ жауап бөлімінде көп нәрсені бір болады және сауатты сұрақ қоя біледі деген болатын. Сұрақ жауап бөліміне байланысты не айтасыз? ЛД-да маңызды ғой сұрақ жауап. Өйткені жалпы сұрақты не үшін қояды? Ойынның алаңын анықтау үшін қоятын сияқты. Сондықтан шатастыру моменттері де бар негізінде. Оны қолданам, қолданбаймын деп айта алмаймын. Әр ойында менің мынандай тактикам бар деп айта алмаймын. Тек қана сол жерде автоматом туындайтын нәрселер ғой. Ташконның алаңында бір нәрсе түсінбейтін болсам, одан кейін аудитория оны түсінбей қалғанын байқайтын болсам, міндетті түрде шатастыруға тырысамын. Өте керемет. Ташкөнге қандай ақыл немесе кеңес берер едіңіз? Ташкөнге ма? Камераға айтып жіберсеңіз. Ташкөн десең. Ташкөнге жалғыз кеңес айта аламын. Қазір қандай болып жүр, дәл сондай бола беру шығар. Өйткені Ташкөнді сіз, например, Ташкөнді жамандай емейсіз ғой. Бір періште сияқты адам ғой, сол сияқты болып жүре берген деп ше. Рахмет. Жақсы, ендеше рахмет Данияр мырза. Сізді 17-сі болатын пресс-конференцияда күтеміз. Ойыныңызға, дебат-шоуда сізге сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Рахмет көп. Тағы да мүмкіндік берген сыйлағандарыңызға көп рахмет. Енді осы мүмкіндікті толықтай пайдаланам деген ниеттемін. Жақсы, сау болыңыздар дебат-шоудың көрермендері. Сіздерді 17-сі күні болатын пресс-конференцияда күтеміз.